Ақылды лақ. Бұзау тоқты лақ үшеуі ел көшкенде жұртта қалып қояды. Бірігіп бастарына қос тұрғызып алады. Қосы бір бұлақтың бойында екен, қасында бәйтерегі бар. Олардың хабарын естіп, бір аю оларды жемекші болады. Қостың қасына келеді. Лақ аюды көріп, алдынан жүгіріп шығады. Қосын әкеліп, есік ашып енгізеді. Үйге кірген соң, тоқты бұзау мен лақтан аюға не береміз деп сұрайды. Сонда лақ айтады: басқа аюдың басынас, соңғы аюдың төсінас, болмаса осы аюдың өзінас дейді. Сонда аю бұлар аю жейді екен деп тұра қашады. Қашып келе жатқан аю қасқырға жолға кетеді. Қайдан қаштың деп сұрайды аю. Мына жердегі тоқты лақ бұзауға барып едім, өзімді жеймін деген соң әрең қашып құтылдым дейді. Ендеше екеуміз бірігіп баралық дейді қасқыр. Сонда аю: мен бармаймын дейді. Сенің денең бәрінен де үлкен, олардан несіне қорқасың? Мұның ұят емес пе? Мен сенен кіші болсам да бара жатырмын ғой деп таңдана қарайды қасқыр. Мен қорбаңбаймын, баяу жүремін, ал сен жылдам жүгіресің, керек кезде қашып үлгересің дейді аю. Олай болса кел, бірге байланып барайық деп ұсыныс жасайды қасқыр. Екеуі келісіп, қасқыр бір жіп тауып әкеледі. Бір жақ ұшын аюдың мойнына байлап, бір жағын өзінің мойнына байлап алып жүреді. Қосқа жақындағанда лақ шығып, ол аюға тоймаймыз деп айқай салады. Бұл сөзді естіген аю: қасқыр мені оларға әдейі алдап әкеле жатыр екен ғой деп ойлайды. Қатты қорыққан ол қайта қаша жөнеледі. Қасқыр буынып, жығылып, жарты жолда қалады. Бұл қасқырға екінші қасқыр келіп: сен не қып жатырсың деп сұрайды. Мен не қып жатайын? Аю сүйретіп кетті деп бастан аяқ жөнін айтады. Сонымен қасқырлар бірігіп қайтадан барады. Оларды көрген бұзау тоқты лақ бәйтерекке шығып кетеді. Лақ ағаштың бас жағына, тоқты ортасына, бұзау астыңғы жағына орналасады. Сол ағаштың түбінде қасқырлар келіп, балашып жейміз бе жоқ па деп тұрғанда бұдақсынып, бұзау жерге құлап түседі. Құлаған бұзаудан қорыққан қасқырлар бет-бетіне қаша жөнеледі. Бұзау тоқты лақтың иесі күзде келіп, қосты тауып алады.